өтірік халатын ауыстырып Нұрланнан күніге алып отыра жинаған 100 мыңнан аса ақшасын төстартқышының ішіне тығып қайтадан ыңқылдап шықты. Жедел жәрдем келіп ауруханаға алып кетті. Артынан Нұрлан мен Мария апай көлікпен жүріп отырды. Ауруханаға жеткізіліп, бірден ультрадыбыстық зерттеуге алып кіріп кетті. Дәрігер барлығы жақсы екенін айтып берді. Ауруханаға жатқызуға ешқандай негіз жоқ екенін жеткізді. Ішке кезекші дәрігер келіп еді, дереу жыламсырай бастады. Екеуіне 2 қызыл қағазды ұсынып шартына көшті. Ішім қатты ауырып тұр, үйде тыным жоқ. Енемен абысыным күн көрсетпейді. Күнмен жарыса тұрамын. Түнде бәрінен соң жатамын. Ешкім мені аяғы ауыр демейді. Дәрігерлер оның шарасын дереу түсінді. Екеуі Құндызды жетектеп, дәлізде күтіп отырған енесі мен күйеуінің қасына жетектеп келді. Не болды, жағдайы қалай? Бәрі жақсы ма? Сәбидің өмірі қыл үстінде тұр. Келініңіз ауруханаға жатудан бас тартты. Күтінбесе сәби түсіп қалуы мүмкін. Жағдайын жасаңыздар. Аяғын көтеріп жиі жатсын. Көңілін жабырқатпауға тырысыңыздар. Ауыр көтермесін. Келін осында 1-2 күн жатсаңшы. Жоқ апа, маған үйде болған ұнайды. Сізбен жеңгем барда еш уайымдамаймын. Мариям сәбиге зақым келеме деп қатты қорқып қалды. Үйге келген бойда келіннің бар жағдайын жасады. Төсекке аяғының астына көрпешелерді қойып, аяғын көтеріп жатқызып, набат салып ыстық шайын қасына келіп берді. Мұның бәрінің жалған екенін қайдан білсін? Бала десе ішкен асын жерге қоятын Нұрлан да әйелінің аузынан шыққан әрбір тілегін орындады. Ал әккі келін болса бәрін алдында құрдай жорғалатып қойғанына мәз болып, үстілерінен күліп, қалағанын жеп, ішіп жата берді. Телефон қолында, әрбір құрбысына қоңырау шалып, мақтанып болар емес. Мұның бар ісінен хабардар, тіпті кейбірін өзі үйреткен ұстазы, анасы да қызының әрекетіне мәз болып мақтап қояды. Бірнеше күн жата-жата жалыға бастады. Төркініне барып жиған ақшасын жаратып, дүкен, дәмханаларды аралап қайтқысы келді. Бірақ ауырып жатқан соң күйеуімен енесі жібермесін білген қу әйел тағы да қулыққа көшті. Әсемнің ұлына айқайлап ұрсып жатқанын естіп сыртқа шықты. Қасына келіп актриса болып рөлге кірді. Жеңге, мен әдейі істеп жатқаным жоқ қой. Балада неңіз бар? Айтарыңыз болса өзіме айтыңыз. Құндыз, сен не деп тұрсың? Мен саған емес, өз балама ұрсып жатырмын. Баланы желеу етпей ақ қойыңыз, маған тиістіріп айтып жатқаныңызды жақсы білемін. Құндыз, мен саған ештеңе дегенім жоқ. Ұрыссам өз балама ұрыстым. Білем, үйдің бүкіл шаруасы өзіңізге қалып қиналып жүрсіз, бірақ мені де түсінуге тырысыңызшы. Әдейі істеп жатқан жоқпын. Қайтейін енді? Күтінбесең бала түсіп қалады деп жатыр. Мен саған жатпа дедім бе? Сен жоқ кезде де 6 жыл бойы осы шаруаның бәрін өзім жасап келдім. Бұдан кейін де жасай аламын. Екеуінің даусын естіп, Мариям үйден жүгіріп шықты. Әй, келіндер, не болды? Не жанжал? Кіші келін неге жылап тұрсың? Апа, мені кешіріңіздер. Не болды? Айтсаңшы. Ешқандай тірлік істемей жатқаным үшін жеңгем ашуланып, бар үшін еркебаладан алып ұрсып, ұрып жатыр. Баланың жазығы не? Мен де әдейі жасап жатқаным жоқ. Үйдің шаруасына көмектесе алмай жүргенім өзімнің де жаныма батып жүр. Әй, әсем келін, сенің мұндайың жоқ еді ғой. Саған не болған? Апа, мен оған қатысты бір ауыз сөз айтқаным жоқ. Баламды күніге ұрсам емес пе? Бүгін ғана көріп тұрған жоқсыздар ғой. Келін, сен бөлмеңе барып жата бер. Жоқ, жатқым келмейді. Бұлай біреудің жекіргенін естіп жексұрын болып жатқанша тірлік істейін. Түссе түсіп қалсын. Құндыз, қойсайшы. Айтыңыз, не істейін? Ештеңе істемей-ақ қой. Өзімнің ақ шамам келеді. Бар жат деген соң жатсайшы. Әсем ашулана дауыс көтеріп сөйледі. Неге айқайлап тұрсыз? Мен сізге не істедім? Енесін өз жағына шығару үшін еңкілдеп жылап жіберді. Сізде ана емессіз бе? Әрбір ана өз сәби үшін алаңдайды. Бар жазғым ішімдегі сәбиді ойлағаным ба? Құндыз өкпелегендей сыңай танытып бөлмесіне кіріп кетті. Артынан енесімен Әсемнің жанжалдасып жатқанын естіп, жоспарының бір бөлігі іске асқанына қуанып, аяғын аспанға көтеріп жатты. Кешке Нұрлан келер уақытта бөлмесінен шығып өтірік тірлік істеп жүрген адамның кейпіне енді. Құндыздың кесірінен еш жазықсыз енесінен сөгіс есткен жеңгесі қабағын түйіп үн-түнсіз тірлік істеп жүрген болатын. Оның ашулы екен Нұрлан да байқады. Түн болып әркім өз бөлмесіне кіріп кетті. Құндыз өзінің жоспарының екінші бөлігін орындауға кірісті.
Өтіріктен ыңқылдап ауырған адамша ыңырсып келіп төсекке жатты. Не болды, ауырып тұрсың ба? Саған дәрігерлер көп қимылдама, бір аптадай күтін демеп пе еді? Жеңгемді көрдің бе? Иә. Өзі бірдеңеге ашулы сияқты. Не болды, тыныштық па? Мен ештеңе істемей жатқаным үшін ашуланып ұрыс шығарды. Қойшы, жеңгем ондай емес. Тірліктен қашқан адам емес. Сонда мен өтірік айтып тұрмын ба? Білемін ғой енді. Ішім қатты ауырып тұр. Дәрігерлер төсектен тұрмай күтіндеп еді. Жаным, мен бұл үйде жата алмаймын. Жеңгемнің ашуланғаны жаныма батып, одан әрі қинала түсем. Мені төркінге жіберші. Анам бар жағдайымды жасайды. Өтінем, мен үшін болмаса да сәбиіміз үшін. Құндыз өз жоспарын сәтті орындап, жарын дегеніне көндірді. Нұрлан жеңгесіне ашулана, қасынан көзін алартып өтіп, анасымен сөйлесті. Апа, Құндыз 2-3 күнге төркініне барып қайтсын. Біраз күтініп ауырғаны басылғанша сонда бола тұрсын. Балам-ау, үйде де күтініп жатқан жоқ па? Күтінгені осы ма? Түні бойы ауырып көз ілмей шықты. Маған сәбиімнің аман-есен дүниеге келгені маңызды. Басқасына түкіргенім бар. Баласының ашуланып тұрғанын, бірдеңе дегенмен құлақ аспасын білген анасы еш қарсыласпады. Осылайша өз мақсатына қол жеткізіп, төркініне барып, сауық сайран құрып, дүкен аралап, мәз болып қайтты. Сіңілісінің келген естіген Маржан сағынышын басып әңгімелеспек болып келіп еді. Сіңілісі құрбыларымен мейрамхана аралаудан босамады. Сіңілісінің еш өзгермегенін байқап, іштей ол үшін алаңдап қалды. Анасы екеуі бір бәлені былықтырып жүргенін іштей сезді. Сіңілісі көшеге кеткеннен анасын тергей бастады. Апа, сендер не былықтырып жүрсіңдер? Тығылып алып, гүбір-гүбір не әңгіме? Маған да айтсаңшы. Жай қызым, мен әңгімелесіп отырмын. Онда тұрған не бар? Мен де сенің қызың емеспін бе? Ендеше маған да айт. Күнде қыдырып дүкен аралайтындай ана қыз ақшаны қайдан алып жатыр? Қайдан алушы еді? Күйеуі бергенді. Не болыпты қыдырса? Апа, ол енді бұрынғыдай қыз емес, біреудің әйелі, біреудің келіні, қыздай болып келте көйлек киіп, шашын жайып кеткен не? Кішкене ана болып ақыл айтсаң қайтеді? Әйел болса болды, орамалға бүркеніп, ұзын көйлек кию керек пе? Қалағанша жүре берсін. Апа, бұл шағын ауыл. Құдағиыңыз көрші ауылда тұрады. Олардың құлағына жетсе ұятқа қаламыз. Елдің бәрі сен секілді аңқау емес, оның ақылы өзіне жетеді. Ол үшін алаңдамай-ақ қой. Ақылы жететіндей не істепті? Оның қолынан бәрі келеді. Өз басын өзі сүйреп жүре алады. Қолынан бәрі келеді? Апа, күлкіңді келтірмеші. Ғалия шыдай алмай Құндыздың бар істерін мақтана отырып баяндап берді. Масқара, айтарға сөзім жоқ. Оны қоя берші, әлі бала. Ал сізге не жоқ, апа? Даптардай басыңызбен ұялсаңыз қайтеді? Ақыл айтып, оны жөнге салудың орнына қолпаштап отырғаныңыз қалай? Өзіңіз де ұл өсіріп отырсыз, сізге де өз қызыңыздай келін келсе қайтесіз? Құдайдан қорықпайсыз ба? Сендер мен әңгімелесіп көңілім жадырап қайтамын ба деп келіп едім. Келгеніме өкініп кеттім. Сендер үшін қатты ұяламын. Сау бол. Маржан ашулана кетіп қалды. Өзі жүктіліктің әсерінен көңілшек болып жүрген болатын. Жол бойы анасы мен сіңілісі үшін ұялып жылай берді. Ал Құндыз ақшаның түбі көріне бастаған соң үйіне қайтуға дайындала бастады. Нұрлан жұмыстан соң алып кетуге келіп, бір сөмкемен келген қыз 3 сөмке көтеріп шыққанда Нұрлан таңданып біраз тұрып қалды. Ата енесінен ұялып үндемеп еді, жолай ішіндегіні шыдай алмай жайып салды. Байқаймын, базарлығың мол сияқты. Сен өзі күтінуге келдің бе? Әлде базар аралауға ма? Не болыпты алсам? Өзіме қажет дүниелерді алдым. Жаным-ау, артыңнан кеше ғана келген киімдерің аздық етіп жатыр ма? Жаңа күйінде тұр емес пе бәрі? Осы жеңгем 6 жылдан бері сол артынан келген киімдерін киіп жүр ғой. Тағы жеңгем, мені онымен салыстырғанды қашан қоясыңдар осы? Үйлену оңай, үй болу қиын деген. Ақшаны үнемдеп жинап, үй алатын әрекет ету керекпіз. Үй? Қайдағы үй? Енді болашақта өз алдымызға отбасы болмаймыз ба? Ол үйге сыймаймыз бәріміз. Неге біз кетуіміз керек? Сонда ағаң дайын үйге ие болып қалады ма? Ол үйді онсыз да әрбір кірпішін қалап ағам өзі тұрғызған. Мен оқып тайраңдап жүргенде. Онда әке-шешең алып берсін. Солардың міндеті емес пе? Бұл өмірде әр адам өз тіршілігін өзі домалатады. Біздің өмір сүргеніміз біреуге міндет емес. Онда үйге қажетті азық-түлікті тасыма.
Атамның зейнетақысы бар емес пе? Сол кісілер алсын. Ағаң істей алмаса, жеңгеңнің аяқ-қолы сау ғой, өзі жұмыс істесін. Олардың да жеп ішкені бізге міндет емес қой. Осындайыңды қашан қоясың? Өзің ашуыма тиіп зығырданымды қайнатасың.